Қымбатты оқушылар, ата-аналар, ұстаздар, көңілге қуаныш, жүрекке шаттық сыйлаған жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Жаңа жыл өткен жылдың қорытындысын жасап, атқарылған істі саралайтын кезең екендігі белгілі. Халқымызда өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп деген даналық сөзіміз бар. Біз қашанда өткенге салауат айтып, болашақтан жақсылық күтетін халықпыз. 2020 жылы басқа салалармен қатар білім саласына да қиындық тудырғаны белгілі. Алғаш күндері біршама кедергілерге тап болдық. Бұл кедергілердің болуы да заңдылық. Қысқа мерзімде жаңа нәрсенің енгізілуі ата-ана, бала, тіпті мұғалім үшін де оңайға соққан жоқ. Бірақ жүйелі жұмыстар нәтижесінде жеңе білдік. Қашықтан оқыту кезеңі басталғалы ата-аналар тарапынан мұғалімге деген көзқарастың жақсы жағынан өзгергендігін біз сезіне білдік. Бұл күрделі сыннан ұстаздарымыз да сүрінбей өтіп келеді. 2020 жыл ауыр болғанмен ауқымды істер атқарылды. Біздің мектеп үшін толағай табыстар мен асқақ абыройға жетелеген жыл болды. Оған дәлел ретінде айтар болсақ, жыл басынан бері гимназияның 3 бірдей мұғалімі Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Ал Алматы қаласының әкімінің гранты тағайындалған байқауда мектебіміздің тарих пәні мұғалімі Абдыкалыков Елдар жақсы нәтиже көрсетіп, Бақытжан Абдырұлының арнайы сый-сияпатымен марапатталды. Биылғы жылы ұстаздарымыздың біліктілігін арттыру бойынша өткен тестте мұғалімдердің 78% жақсы нәтиже көрсетті. Сонымен қатар аудандық, қалалық, республикалық ғылыми жоба және пән аралық олимпиадалар бойынша оқушыларымыз қатысып, 73% жүлделі орынға ие болды. Мінеки осы 2020 жылы атқарылған бір қатар ауқымды істер мектебіміздің беделін көтерді. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, келер 2021 жыл толағай табысқа келіп, халқымыз игілікке, мемлекетіміз молшылыққа, әр шаңырақ берекеге, бақыт пен шаттыққа кенеле берсін. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Жаңа жылдарыңызбен ардақтағайын.